Су тасқынынан зардап шеккендерге арналған гуманитарлық көмек жинау пункттері азық-түлік, қажетті заттар мен құралдарды қабылдауды жалғастыруда. Қазақстан Республикасының Қызыл жарты ай қоғамы және волонтерлерді қолдау орталығы кеңесінің жастары Жанашыр қала тұрғындарының әкелген дүниелерін қабылдап алып жатыр. Гуманитарлық көмек жинау пункті наурыздың 28-інде ашылды. Қоғамдық келісім үйі мен Мақтай Сағдиев көшесіндегі 29 үйде орналасқан қабылдау пункті сағат таңғы 9-дан кешкі 6 жарымға дейін жұмыс істейді. Қызыл жарты ай қоғамның волонтерлері су кірген үйлердің санын тіркеп, тұрғындармен байланыс орнатқан. Негізінен жылы киім, көрпе, бүлінбейтін азық-түлік қажет дейді волонтерлер. По адресу Сагдиева 29 местное население. Мақтай Сағдиев көшесінде орналасқан қабылдау пунктіне қала тұрғындары киім-кешек, төсек жабдықтары мен жылытқыштар, азық-түлік әкелді. Айта кетерлігі, алдағы уақытта халық азық-түлік әкелетін болса, онда тез бүлінбейтін тағамдар әкелсе. Төсек орын, киім-кешектерге келсек, жылы киімдер қажет. Айта кетейін, шұлық күртешілер сыртқы жылы киім әкелсе деген өтінішім бар. Ал той көйлегі сияқты киімдерді немесе пайдасы жоқ заттардың қажеті жоқ. Айта кету керек, Ақмола облысының барлық волонтерлері бірігіп ұйымшылдықпен қолдау көрсетуде. Осылайша ұйымдасқан ұйымдар бірлесіп ортақ міндет жүктеп жұмысты үйлестіре түсуде. Бүгінде 500 келіге жуық көмек жиналды. Волонтердің нақты жұмыстары бізде дәл қазіргі уақытта киім жинау пункттеріндегі жұмыстары және де су апаты орын алған жағдайлардағы адамдарды эвакуациялау және де өте бағалы заттарын шығару және де оларға тамақ, азық-түлік тасу сияқты жұмыстармен айналысып жатыр. Қатарымызға жаңадан да волонтер қосылғылары келіп өздерінің ниет танытып жатқандар да бар және де қатарымызға қосылып жатыр. Әрине ең алғашқысы оларға нұсқаулық тезарда өткізіліп, ең алғашқы оқу сабақтары өткізіліп, содан кейін барып біздің қатарымызға қосылуда. Көкшетауда 16 жекеменшік үй секторы мен 29 ауланы, сондай-ақ көп қабатты 12 тұрғын үйдің маңын су шайып кеткен. Зардап шеккендер туралы толық ақпарат жиналғаннан кейін волонтерлер қажетті заттарды нақты мекенжайларға жеткізуді жоспарлап отыр. Риза Гүлшаменова, Зарина Бекқалиева, Медет Қайыркенов, Көкше ақпарат.